жұмысшылармен ақылдасып, давай бір машина ойнатайық. Ал енді Маке қош келіп жатсыз. Көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Жалпы енді жақында бүкіл Ақтөбені шулаттың. Жаңағы оқырмандарыңа, сіздің клиенттеріңізге машина, енді ең үлкен сыйлық машина болды ол жерде. Ол жерде біз естуіміз бойынша iPhone ойнатылды, ақшалай сыйлықтар ойнатылды, сертификаттар берілді. Ең үлкен сыйлық ол автокөлік. Машина ойнатылды. Иә, сұрақ, енді барлығында сұрақ бар шығар. енді не үшін ол қандай сізге пайда әкеліп отыр? Ол негізі былай қарап тұрсаң, есептеп қарасаң, шығын ғой негізінде ол біреу машина сыйлап жіберу. Сізге пайда бар ма? Бұл нәрсе мақсат қандай жасалған? Жалпы пациенттер, Аллаға шүкір, осы стоматологияда жүргеніме уже 13 жылдан асқан екен ғой, примерно 2011-де бітірдік, содан бастап стоматология саласына келатырықшы. Енді 13 жылдан бері жұмыс жасап келатырып, неге өзімнің пациенттеріме, күнделікті келіп жатқан пациенттеріме неге сондай бір сыйлық жасамасқа деген ой тудырып жүрді осы уақытқа дейін. Алдағы уақытта сол бір ойымды жүзеге асырайын деп, сол іштегі өзімнің қасымдағы жұмысшылармен ақылдасып, давай бір машина ойнатайық, оларға да бір сондай бір жақсы сыйлық болсын, келіп жатқан жаңағы пациенттеріміз одан да күлкімен емес, машина алып та қуансын деген ниетте ғой. Айтады ғой, Алла Тағала алушылардың қатарында болма, берушілердің де қатарында бол дейді. Сондықтан мен любой жерде бергім келіп тұрады, пациенттерді қуантқым келіп тұрады. Сондай бір пациенттердің бір жақсы бата алып, жақсы бір сөздер естіген, эмоция сыйлап, сөздер естіген өзім маған шабыттандырады да. Өте керемет.